Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдеріңіз қалай? Біздер үшеуміз ерігіп отырмыз үйде. Тамақ жеп отырмыз үшеуміз. Кешкі тамақты ішіп алып, жаңа пельмени ішіп алдық кешке. Мынандай орех жеп, мынандай құрт жеп. Мынандай орехтар жеп үшеуміз отырмыз. Сосын екеуі айтады, видео түсірейік, видео бастайық деп. Содан осылай ойламаған жерден видео бастап жатырмыз. Үшеуміз отырып әңгіме соғатын боламыз. Иә? Иә. Ал әңгіме айтыңдар екеуің. Екеуің айтыңдар ғой видео түсірейік деп. Машқа, мына жаққа қарашы, видео прическамды көрсетейін сен. Димаш мынандай прическа жасалады. Әбдіраппар Әлқожа әншінің соның прическасы. Асылым екеуміз грипповать етіп жүрміз. Асылым сағақ қарған жоқ. Не күліп отырсың? Не күліп отырсың? Айтшы. Біз де күлек. Асылым сағақ қармай жүр, мен жұмысқа шықпай жүрмін. Больничныйдамын. Ал әңгіме айтыңдар. Бұрында бір ертегі айтып берейін ба? Аха. Бұрында бір кемпірмен қарт болыпты. Сосын қарт айтыпты кемпірге. Кемпір маған бауырсақ пісіріп берші депті. Иә. Сосын кемпір айтыпты. Не күліп отырсың? Аха. Сосын үйде ұн жоқ қой деп. Сосын оны бір бала екен, сосын бауырсақты даса терезенің алдына қойып қояды екен. Сосын бір кезде бауырсақ көзін ашты. Сосын көзін ашқаннан кейін домалақ қашып кетіпті үйінден. Сосын домалақ келе жатқан кезде алдына қасқыр шығады екен. Қасқыр айтыпты, давай бауырсақ, мен сені жеймін депті. Жоқ, қасқыр сен мен жеме депті. Давай қасқыр саған өлең айтып беремін депті да. Сосын ата-анамнан қаштым, әжемнен қаштым, енді сенен қашып, оппана депті да. Сосын домалақ қашып кетіпті. Сосын бір кезде бір шетте адасып аюлардың жолына ерген екен. Бір аю көріп қойыпты. Давай бауырсақ, қарны ашып тұр, давай мен сені жеймін депті. Жоқ, аю сен мені жеме. Давай мен саған өлең айтып беремін депті. Сосын ата-анамнан қаштым, әжемнен қаштым, қасқырдан қаштым, енді сенен қашып кету. Оппана! Сосын домалақ қашып кетеді екен. Сосын бір кезде алдынан түркі шығады екен саңырау. Сосын ол түркі айтыпты, бауырсақ, давай мен сені жеймін депті. Жоқ, түркі мені жеме, давай мен саған күшті өлең айтып беремін депті. Ата-анамнан қаштым, әжемнен қаштым, қасқырдан қаштым, аюдан қаштым, енді сені қашым, оппамай депті да. Сосын түркі айтыпты, естіме атырмын. Құлағымға тұрып алшы. Сосын айтып атқан кезде ау жек қойыпты. Алдап кетті. Асылым сен қасында қойып жүр ғой бәрін. Ертеңін Асылым қойып шықты сені. Күшті ертегі екен. Сен қайдан үйрендің? Қайдан үйрендің? Бірінші садикте. Димаш пен Асылым садикке барып, сол садикте үйренген ертегісі, иә. Рахмет, күшті ертегі екен, Димаш. Достар, жақында бізде Димаш пен Асылым туған күні өтті. Біз сол туралы видео салдық. Асылым ғой сондағы алған несін, қалай косметичка ғой, да? Косметичкасын көрсетем дейді. Сол жерге әкеп көрсет ал. Сол косметичкасын көрсетем дейді. Біз ғой подарки алып бердік, ойыншықтар. Үшіне бәрі бар ма? Ашытсаң жоқсың, алып саған жоқсың ба? Косметичкасын көрейік Асылымның алған. Короме болды, иә, сыртында? Короме косметичка. Я Асылымның косметичкасына обзор. Бұл крем, осындай косметикамен ауырады. Күшті екен, бүгін алған крем, я. Қайсы көрсет кремінді? Уже магазинге барғанбыз, қайта сонда алған крем. Күшті. Педикюр жасайтын. Я педикюр жасағанда баяны. Тень. Тоже тень. Янда глиттерлар бар. Помада.
Помада. Помада. Өзінің помадалары я салып Неше помада? иә не еді Тырнақ өсіретін. ой атын ұмытып қалып жатырмын Маникюр. тырнақ иә маникюр лак пилка Маникюр, пилка лак. жаңа есіме түсіп жатыр туш иә туш бар Мен салып кеттім. сосын мына щеткаларын айналып көрсетші маған Міне. Мынау мындай кірпік, щеткалар бар мынау ішінде қас, кисточкалар бар бет. Қач. иә Бетке ма? күшті осындай иә бәрі осылар ғой да басқа алып тастаған жоқсың ба Тек қана магазинге Осындай алған да. мынандай санайтын. ана жаңа димаштың қайта алып шыққан санайтындар ғой счет ой счет деппін ғой счет алдында алғанбыз онымен дұрыс есептей алмайды математика сосын осындай алып бердім атын білмеймін не деп айтатынын бүгін алған заттарымызды көрсетеміз дейді бүгін түс қайта үшеуміз көшеге шықтық сол жаңа асылым кремді алды димаш жаңа санайды не алды екеуі аптекадан мынандай витамин алды иммунитет көтереді деп содан жаңа постқа сол осындай біздер заказды алып қайттық балалар соны видеода жайықсыз дейді сол заказдарымызды ашамыз қазір иә ондай затымыз көп емес біздің 4-5 зат алып келдік тек негізі әлі келе жатыр заказдарымыз ойлағанбыз бәрін бірге түсіреміз деп оны екеуі давай қазір түсіріп көрсетіп тастайықшы дейді ішінде сосын көп олар детский емес үйге арналған сондай нелер бары 5 зат мынау да біздің Қытайдан алғанымыз ашатын қазір ашатын боламын не ал дейсің мынау менде заттар салатын қазір мына жерге фотосын қойып кетемін заттар салуға біздер жақында жаңа үйге көшеміз сонда заттарды көшіруге осындай заказ берген болатын маған 2 штук зат салатын бұл асылым зат салатын ертең новыйға көшкен кезде осыған заттарымыз киімдеріміз салып зачем айттым так мынау бізде вышивка болу керек қазір фотосын тоже көрсетемін осы жерге ашып көрейік бұл асылым бұл шкаф андай есік келіп қоятын киімдер ілетін өзім түсінбедім мына золотистый цвет бердім деп жүрген білмеймін ақ па цветі келіп тұрған мен негізі золотистый берген сияқты едім Золотой ма? иә золотистый цвет берген осындай цвет салып жіберген ладно ешнәрсе етпейді так келесі бізде үшіншісі мынау үшінші зат бұл кажется ободок па мен жіңішке ободок берген может сол болуы мүмкін қазір ашамыз достар бұл бізде димашқа мен заказ бергем аяқ киім салуға алдыңғысында асылымға коромет заказ бергем осында димашқа осындай түсіргем мен мына жеп жіңішке вообще прикол болып кетті мынау вообще басқа салып жіберген мынандай етіп кішкентай размерін салып жіберген мен негізі ол жерден дұрыс размер таңдадым ба білмеймін даже размермен болды ма ол кезде ұмытып қалып тұрмын ладно мен басқа бір нәрсе салып қоямын ішіне так бізде кроссовкаға келмейді мынау асылымдікі үлкен болды енді қайтадан заказ береміз кроссовка салуға олар екінші аяқ киім тастайды ғой мектепке соған заказ бергенбіз ештеңе етпес ладно басқа бір нәрсе салып қоямыз енді мынау бізде 4-ші қараймыз достар бұл жерде мен авадогым міне страздар жылтырап жатыр ма ондай авадокқа заказ берген болатынмын тиіспеші асылым тұрады көрсетейін түсінбей жатырмын мен мына жер үзіліп келген ба қазір ашып қарайыншы қорқып жатқан мен мынау бәрі товар не болып келіп жатыр деп мына жер үзіліп кеткен екен деп жоқ оказывается бұл жыртылып кетпеген өзі осындай екен кеш асылым тағы көрсет достар бұл осындай авадок кеш мындай асылым просто әлі қазір андай жапырайып қалған ғой сосын дұрысталасын жақсы күшті бұл ұнайды ма необычно осындай қас маған күшті ма соны қарашы дұрысталып кетеді ғой просто жапырайып жалбырап жүріп тұр несі сеткасы бұл бізде 5-ші затымыз бұны білмей жатырмыз ішіне не зат болуы мүмкін деп ұмытып қалып жатырмыз өзіміз мә достар мынандай қызық болып жатыр мына қыз жылап жатыр мен ойыншығым жоқ ішінде деп келе жатыр ғой енді жаңа постта келе жатыр ғой жа болды истерика шығарма келе жатыр ғой асылым сенің ойыншығың келе жатыр ғой үлгермей жатыр ғой енді менде ол пути деп тұр жолда келе жатыр деп тұр может ертең доставка ете қалады осындай көрдіңіздер ма достар мынандай қыз көрдіңіздер ма менің затым келе жатқан жоқ әлі деп мына заттардың ішінде жоқ деп негізі айттық қой бізде осы заттардың ішінде сендердің затың болу керек ойыншықтардың деп асылым болды успокойся асылым бұл бізде 5-ші зат мынандай осындай новый жаңа үйге ваннаға заказ берген мынандай үлгі крючоктарға сол келген бізде асылым сенің затың ертең келу керек ертең келсе точно барып қайтамыз да жаңа постқа барып қайтамыз ертең точно алып береміз асылым болды достар кеше біздер видеомызда асылым жылап қалып білесіздер ғой өздеріңіз
Асылым жылап қалып видеомызды аяқтап тастағанбыз. Бүгін енді кешке өзіміз үйде сосын видеомызды жалғастырайын деп шештік. Біздер бүгін осындай шағын ойын ойнаймыз. Бұл Димаш пен Асылым білмейді қалай ойнағанын. Мен жаңа өзім инстаграмнан көріп соны ойластырып қойғам. Так, магазинге ойластырып келдік. Альбени, шоколад. Балаларына мысалы альбени десе, мынаны деген не деп айтайын? Багет деп айтайын ба? Не деп айтасыңдар? Чипсы. Чипсы деп айтасың ба? Иә. Чипсы. Но шоколад деп айтам. Қазақстан деп айтам, я Қазақстан шоколад деп, барни деп айтам. Милка печенье деп айтамыз. Сосын топипи деп айтсам, осыны аласыңдар. Сосын алма қойып қойдым. Сосын так чупа-чупс. Енді былай ойынның шарты мынадай. Қазір да, мысалы, былай етеміз. Екеуің де қазір ана жерден тұрып тұратын шығарсыңдар, тұрып тұрыңдар қазір сендер. Былай етеміз да. Мысалға мен барни деп айтсам, мысалы бүйтесіңдер, мына өздерің астарың былай қойып қоясыңдар өздерің жандарыңа. Милка айтсам бүйтіп тез кім алады, короче, кім жылдам деген ойын. Иә? Иә. Мен мысалы қайсысын айтам, ал дайын тұрыңдар. Иә. Қайсысын айтам мен сендерге, сосын ең соңында кім тұра тұрыңдар, Димаш бір-бірін битермеңдер. А то ойнамайсыңдар. Иә, ең соңында кім көп алады, сол кісі жеңіске жетеді. Жақсы, сол кісіге 2000 теңге берем. Каспий голдтан лақтырам, бірақ біздің Димашта да Асылымда да Каспий голд бар. Екеуін Каспий голдтан аударам, а то наличка жоқ менде, ма? Иә. Ал так, балалар дайынсыңдар ма? Иә. Бастаймыз ба? Иә. Так, 1, 2, 3. Ал айтам сендерге. Алма. Асылым алды болды. Итермендер мынандай етіп шашу, мынандай етіп. Не істеп жатсыңдар, а? Жабайлану жоқ мынандай етіп. Қасқыр сияқты ма? Иә, мынандай етіп. Асылым жа. Асылым жа, успокойся. Біздің Асылым енді осындай эмоциональный. Асылым. Сен видеоға түсіп жатқаныңды ұмытпа. Бүкіл Қазақстан сен қарап отыр. Соны айтамын. Так, енді топипи. Асылым алды Димаш бірінші. Мә, қыздар ұтып баратыр, жігіттер қалып жатыр да. Енді Димаш дайындал, өз-өзіңе кел. Так, тұра тұрыңдар. Сендер андай болыңдар, шеш. Бүйтіп айтып тұрғанда бір-біріңнің қолдарына итермейіндер. Сосын бір-біріңнің қолдарына итеретін болсаңдар, онда жаңа ойыннан шығасыңдар. Бір-біріңді итеру, таласу жоқ. Қайсын айтамыз, кімді бүйтіп қол тиді, бірінші барып сол кісі алады. Бірінші кім барып бүйтіп алып қалды, бүйтіп бір-бірінің үстерінен істеу жоқ. Мен қолыма тиді ғой. Енді Асылым бірінші алып қалды ғой, мен көріп отырмын ғой. Так, енді айтам, ал дайындалыңдар. Альбени. Димаш алды, молодец. Қой ал. Зат Альбениді. Сәлеметсіңдер ма? Менде бір ғана жоқ. Мына бір. Ал бастаймыз, ал дайынсыңдар ма? Иә. Чупа-чупс. Ал дайындалыңдар. Тұра тұр. Димаш, мә, олай ететінсіңдер, онда вообще ойнамайсыңдар ал. Асылым қойыңдар шеш, а? Біздің Асылым жерке енді. Кішкентай бір нәрсе жылап шығады. Я, туриспеңдер ал, турист етмісіңдер, ойнатпаймын. Қазақстан шоколад. Асылым жібер. Димаш бірінші алды. Асылым жібер жеш. Димаш бірінші алды ғой енді. Асылым олай жоқ қой, неге ренжіп қаласың солай? Асылым ерке, солай ренжіп қала береді бізде. Асылым ерке етіп тастаған біз ғой. Так, үшеуін былай дайындап қоямыз. Бізде қалған милка печенье десе, мынаны аласыңдар. Барни десе мынау. Чипсы деп айтсам осы. Барни. Үшеуің тең-бетеңсіңдер ма? Так, дайындалыңдар. Теспендер, татыр. Ұстамандар, қолдарыңды алыңдар. Иә, қолдарыңды алыңдар. Чипсы. Асылым алды ғой, Димаш, асылым алды. Мә, енді так, сендер ешеу қасына балайық. Димаш, сен неше зат алдың? 3, Асылымды 4. Асылым, енді сен Димашынан алу үшін. Так, если маған Димаш алса, онда екеуің тең-бе-тең боласыңдар. Екеуіңе 1000 теңгеден берем. 2000 теңгеден берем екеуіңе. 2000-нан берем, я. Так, Милка. Димаш алып тең-бе-тең болып қалдыңдар екеуің. Наоборот, қуанбайсың ба? Екеуіңе де 2000 теңгеден берем. Екеуің де жеңіске жеттіңдер. Молодец. Біздің екі қалада екеуі де күшті жылдам екен, я? Күшті жылдам, молодец. Екеуің беттіңдер қолдарыңды бір-біріне. Бір-біріне. Молодец. Иә. Ал достар, біздің ойынымыз ұнады ма? Балалар сендерге ұнады ма? Осындай ойындар ұйымдастырайын ба сендерге?
Егер достар бізде сіздерге ұнап жатса осындай біздің ойындарымыз, онда комментарийға жазып кетіңіздер, және де бізге идея тастап кетіңіздер. Комментарийға тағы қандай ойындар ойнатуға болатын, балаларға арналған. Енді сіздермен қоштасамыз, осымен видеомызды аяқтаймыз. Келесі видеода кездескенше лайк басыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.